Аралас жекпе-жек әлемінде жауынгерлер арасындағы қарсыластық пен қақтығыстар жанкүйерлер үшін өте қызық. Конор және Хабиб, Джонс және де Кормие, Конор мен Порье және де тағы басқалары. Сөзсіз, жауынгерлер бір-біріне жыны келіп тұрғанда пресс-конференция мен жекпе-жек өте үлкен назар аудартады. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз UFC-де болған топ 5 атаңызға айналған қарсыластық жайында сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын, міндетті түрде арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Бұның арқасында сіздер біздің видеоларымыздың көптеп шығуына үлес қосасыздар. Ал біз бастаймыз. Топымызда ашып отырған екі атаңызға айналған жауынгерлер арасында болған қарсыластық. Кейн Веласкес пен Джуниор Дос Сантос. 2011 жылы ауыр салмақ бүкіл ММА-дегі ең қызық дивизион болатын. Жас талант Кейн Веласкес Брок Леснарды бірінші раундта нокаутқа түсіріп, UFC чемпионы атанған еді. Және де келесі жекпе-жекте сол кезде жеңіліс көрмеген Джуниор Дос Сантоспен кездескен болатын. Кейн Веласкес бүткілінің көзінше фаворит болып шықты. Себебі барлығы үшін оның төбелес стилі ешкімге ұқсамайтын. Ал шыққан қарсыластары оған дым жасай алмайтын. Алайда жекпе-жекте болған жағдайды ешкім күтпеген еді. Жекпе-жек басталысымен біраз минут өткен соң Дос Сантос амплитудал оверхендпен Веласкесті денесімен канвасты құшақтатқан болатын. Көптеген аналитиктер мен жанкүйерлер Дос Сантостың еңбегін кездейсоқ оқиға деп жоққа шығарған еді. Сондықтан реванш өзін күттірмеді. Бұл жолы сценарий мүлде басқаша болады. Себебі Веласкес чемпионды груша секілді бүкіл жекпе-жек бойы ұрып жүрді. Солай Кейн Веласкес өзінің чемпиондығын қайтарып алды. Бір жыл өткен соң екі жауынгер арасында үшінші жекпе-жек орын алды. Дос Сантостың әдеттегідей жекпе-жек алдындағы дәстүріне Веласкес қарсы шығып, октагонның бастығы кім екенін көрсетті. Осы жолы жекпе-жек қызығырақ болды. Дос Сантос бастапқы раундтарда чемпионды соққылармен билеткен болатын. Алайда жекпе-жектің экваторынан соң қайтадан бүкіл соққылары груша секілді қабылдай бастады. Осылай 2-1 есебімен Кейн Веласкес осы қарсыластықта жеңімпаз болып шықты. Төртінші орында тек екі жауынгер арасындағы болған қақтығыс емес, бүкіл командалар арасында болған қарсыластық. Бүкіл әлем бойынша аса жеңілдеу және де жартылай жеңіл салмақта құралған тек екі ғана жауынгерлік команда бар. Бұл бразилдік Nova União және де американдық Team Alpha Male. Бірінші команданың көшбасшысы Жозе Альдо болса, екіншісіне негізін қалаушы Юрайя Фейбер. Осы қарсыластықты екі жауынгер WEC 48-де бастаған еді. Сол кезде Жозе Альдо лоу-киктердің арасында Фейбердің аяғынан дымын қалдырмай, өзінің чемпиондық белбеуін қорғаған болатын. Кейін Альдоның командасындағы Ренан Барау екі рет қатарынан Фейбердің аяғынан тепкілеп жеңіс тапқан болатын. Есеп 3-0 болғанда Альфа Мейл командасынан Жозеф Бенадивис шығып, екі рет қатарынан Nova União жауынгерін нокаутқа жіберген еді. Кейін қарсыластыққа Чад Мендес қосылды. Алайда ол екі рет қатарынан Жозе Альдодан жеңіліс тапқан болатын. Есеп 5-2 болғанда Альфа Мейл командасынан TJ Dillashaw қосылып, сол кездегі жеңілдеу салмақтың чемпионы Ренан Барауды екі рет нокаутпен жеңген еді. Кейін бұл қарсыластық ұмытылып кеткен. Алайда аса жеңіл салмақта Дэвисон Фигередо екі рет Жозеф Бенавидесті жеңіп, 7-4 есебімен бұл қарсыластықтың нүктесін қойған болатын. Үшінші орында бір команданың ішінде болған қақтығыс. Жаңа айтып кеткен Альфа Мейл командасы өзінің отбасылық атмосферасымен көзге түседі. Ішіндегі жауынгерлер бір-бірі үшін алысқа баруға дайын. Алайда әр отбасы да ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ultimate Fighter 22-де Конор Макгрегор TJ Dillashaw'ды жер астында жүретін жылан деп, кейін команданы сатып лақтырып кететін жайлы айтқан болады. Сол кезде Dillashaw үшін Коди Гарбрандт тұрып, Конормен қақтығысқан еді. Алайда Мистик Мак дәл айтты. Себебі Dillashaw біраз уақыттан соң командасын басты бапкермен қосылып, өздері арнайы команда ашамыз деп кет қалған болады. Бұл оқиға Гарбрандт және де Юрайя Фейбер үшін өте ауыр болды. Себебі бауырлас болып жүргенде күтпеген жерден команданы лақтырып кетті. Ultimate Fighter 25. Коди Гарбрандт чемпион және де оның қарсыласы TJ Dillashaw. Екі жауынгер арасында өте қатты қақтығыстар мен қарсыластық болатын. Жекпе-жек басталысымен Коди Гарбрандт TJ-ді нокдаунға жіберген еді. Келесі раундта TJ жиналып, көп сөйлейтін Гарбрандтты таза нокаутқа құлатып, жеңіске жеткен болатын. Кейін реваншта TJ Dillashaw қайтадан осы тәсілмен Коди Гарбрандтты нокаутқа жіберді. Осылай 2-0 есебімен Dillashaw қарсыластықта жеңімпаз болып шықты.
Келесі орында Конор Макгрегордың Хабиб Нурмагомедов арасындағы қарсыластық. Барлығымыз мұсылмандардың мінезін білеміз. Және де оларда отбасын және де ислам дінін боқтаған адаммен не болатынын да білеміз. Ең басында бұл қарсыластықты Хабиб Нурмагомедов бастаған болатын. Себебі Конордың жақын досы Артем Лобовты ұстап алып шапалақ жегізген еді. Кейін Конор Хабиб отырған автобусқа шабуыл жасаған болатын. Ал октагонда өткен жекпе-жекте Хабиб Нурмагомедов өзінің ең үздік жекпе-жегін өткізіп, 4-ші раундта Конор Макгрегорды қылғындырып тастаған болатын. Ал жекпе-жектен кейін не болған жайлы біз арнайы видео жасаған едік. Видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп, топ 5 массалық қақтығыс пен төбелес деген видеоны қарасаңыздар болады. Топымызды басқарып отырған Джон Джонс пен Даниэль Корми арасында болған қарсыластық. Өшпенділік, жек көру, трэш-ток, қызыққа толы жекпе-жек. Бұның барлығы осы қарсыластықта орын алды. Екі жауынгер шынымен де бір-бірін жақтырмай жыны келеді. 2015 жылдың басында Джон Джонс пен Даниэль Корми кездескен болатын. Сол кезде екі жауынгер жеңіліссіз келе жатырған. Ал олардың қарсыластығын миллиондаған жанкүйерлер күткен болатын. Бұл жекпе-жек басталмас бұрын екі жауынгер арасындағы біраз қақтығыс пен төбелес болды. Жекпе-жек басталысымен Джонс бірден басымдық көрсетіп, еш қиындықсыз Кормиені жеңген болатын. Бұдан кейін екі жауынгер арасындағы қарсыластық одан сайын дами бастады. Джонс өзінің келесі жекпе-жегінің алдында есірткіге тойып алып, көлік айдап, екі қабат болған әйелге соғып, авариядан қашып кеткен болады. Осыдан соң UFC Джонсты дисквалифицировать етіп, чемпиондығын тартып алған еді. Осы кезде Корми жартылай ауыр салмақтағы қарсыластардың барлығын ұтып, чемпиондыққа қол жеткізген еді. Джонс қайтып келгесін UFC 202 жауынгер арасында реванш қойылған болады. Алайда Джонс допингке ұсталып, қайтадан дисквалификация алды. Тағы бір жыл өткен соң, Корми екі салмақтағы чемпион ретінде Джонспен кездескен еді. Бұл жолы да Джонс еш қиналмай хай-кикпен дәлдегізіп, Кормиені нокаутпен ұтқан болады. Алайда жекпе-жектен соң Джонстың қанында таринабол табылып, чемпиондық белбеу Кормиге қайтарылған болады. Дәл осылай бұл қарсыластық жанкүйерлер үшін біраз сұрақтар қалдырды. Дегенмен сөзсіз Джон Джонс пен Даниэль Корми арасындағы қарсыластық тарихта қалды. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, сіздер үшін қандай қарсыластық естеріңізде қалды? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.